Сәлем қыздар, егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Жалпы мен өз каналымда, өз шығарылымдарымда тоқыма туралы өзімнің азды көпті біліп түйгендерімді сізбен бөліспекпін. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет, каналыма жазылып, өздеріңіздің комментарийларыңызды білдіргеніңізге, лайк басқандарыңызға үлкен рахмет. Тоқыма қазақ тілді каналдың бір дамуына үлес қосқандарыңызға. Сонымен алдыңғы шығарында мен сіздерге мынадай 3 жас 4 жастағы қыздарға арнап бастаған жемпірім туралы көрсеткен болатынмын. Мінекей Magic Loop әдісі туралы айтылды, менің каналымда бар. Ол үшін каналдың үстін бассаңыз бүкіл шығарылымдардың бәрі шығады. Содан соңдай жалған кетлевка бірінші бөлімі, жалған кетлевка әдісі туралы айтылды, қалай тоқылатыны кейін мынадай болып. Енді бүгінгі шығарылымда мен сіздерге мойны жоғарыдан төмен қарай реглан әдісін қалай тоқитынын және оны қалай есептейтінін туралы айтамын. Енді есептейміз. Мынау біздерде мойынды біздер 82 жіппен бастадық. Жалпы 83 жіппен бастаймыз. Magic Loop әдісімен тоқыған кезде бір жіп жасырылады. Жалпы 83 жіппен бастаймыз. Сонда 82 ол шығады. Мінекей, енді реглан әдісін қалай тоқитынымызды көрсетемін, түсіндіремін сіздерге. Мінекей, ол үшін 80 жіп, мына жерге 4-ке бөлеміз. Мына жерге сіз өзіңіз бір жіп қойыңызға болады, немесе 2 жіптен бастақ. Мен жалпы мына жерде 2 жіппен тоқимын. Мінекей 2. Енді сіздер түсінбей жатырсыздар да, мынау біздерде жең болып есептеледі. Мынау жең, мынау арқасы, мынау алды, жемпірдің алды. Түсіндіңіздер ма? Енді біздер 82 жіптен аламын мына жіптер. 4 жіп, 1, 2, 4, 6, 8 жіпті алып тастаймыз. Мінекей, 82-ден мына 8-ді алып тастаймыз. Мына 4, 8-ді алып тастағанда біздерде 74 жіп қалады. Мінекей, бұны 3-ке бөлеміз. Неге десеңіз, 74. Енді тыңдаңыздар. Осы 74-ті бөлеміз біздер 3-ке. Қалай 3-ке? Мына арқасына біреу, алдынша 2, жеңіне 3. Мінекей, 3-ке бөлеміз. 74-ті 3-ке бөлгенде біздерде 24 жіптен келеді, және қосамын, және 2 жіп артық қалады. Енді біздер осы 24-ті былай айтсек. 24-ті арты 24, алды 24 болады. Түсіндіңіздер ғой да? Енді 24-ті 2 жеңге бөлеміз. Мына жең, 2 жеңге бөлгенде 12-ден келеді. 12 бізге балаларға жеңі көптеу. Сол себепті балаларға 10 жіп алсақ жеткілікті. Мінекей, 10 жіп алсақ жеткілікті. Мына жерде 10 жіп. Мынаның 2 жібі, мынаның енді 4 жібі қалды. Мында 2 қалды, жаңағы. Мына 2 қалды, 6 жіп. 6 жіпті тағы да 2-ке бөлеміз. 3-3-тен 24-ке 3 қосамыз, мына жаққа 24-ке 3 қосамыз. Сонда артына 27, артына 27, 2 жеңге 10 қалдырсақ болады. Мінекей. Түсінікті ғой да? Мінекей қыздар, есептеп шығардым. Сонда есептегенде
арткасына 27 қалдырамыз, алдына 27 қалдырамыз, жеңіне бір жақ жеңіне оң, бір жақ жеңіне оң. Сонымен қыздар, сізге түсінікті болу үшін ең бірінші мына жерден бастайық. Мына біздің бастапқы нүктеміз. Бір жіпті босалдық. Айтпақшы, мен 3,5 сымды 4 сымға ауыстырдым. Содан соң 2 жіпті тоқимыз. 1, 2. Тағы да маркерімізді ілеміз. Міндетті түрде қыздар естеріңізде болсын, мына маркерді мына 2 жіптің алдынан ешқандай да ауыстыруға болмайды. Маркерден кейін бар бос жіпті ілеп аламыз. Содан соң мына 10-ды тоқимыз. 10 жіпті тоқимыз. Мен қазір оны қазір бір теріс, бір оңмен тоқимын. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Күріш әдісімен де тоқып жатырмын. Осы күріш өрнегін салып жатырмын. Тағы да бір жіпті босаламыз. Енді мына 2-ні тоқимын. Өскін ретін. Тағы да 2 тоқимыз. 1, 2. Тағы да маркерімізді ілеп аламыз. Бұлар біздің міндетті түрде жұлдызымыз сияқты. Осы арқылы біздер жіптерді өз суретін бақылап отырамыз. Енді 27 жіп тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей қыздар, алдындағы 27 жіпті тоқыдық. Мінекей 27 жіпті тоқыдық. Енді қазір бос шалу аламда мына 2 жіпті тоқимын. Маркерді ілдік. Кешіріңіздер. Бос шалу ілдік. Маркерді белгілейміз. 2 жіп тоқимыз. 1, 2. Тағы да маркер ілеміз. 1. Енді жеңді тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бос шалу аламыз. Маркерді ілеміз. Тағы да 2 тоқимыз. 1, 2. Тағы да маркер ілеміз. Бос шалу алдық. Ары қарай 27 жібімізді тоқи береміз. 2, 3, 4. Сонымен қыздар, арқадағы 27 жіпті тоқыдық. Енді оған бағанағы бос шалуға ілініп келдік. Мына бізге керек емес енді. Жаңағы бірінші бос шалуға келдік. Енді оны қалай тоқимыз? Енді оны алдыңғы жағынан сымды бос шалудың алдыңғы жағынан өткізіп барып оң тоқимыз. Содан соң маркерлерімізді алып, өзін бұрынғы тоқи береміз. Бұрынғыдай тағы да бос шалуға келдік. Сіздерге көрініп тұр ма? Бос шалуға келдік. Мінекей өзіме белгілеп алдым. Жіптің алдыңғы жағынан оң тоқимыз. Мына енді менде жеңдісі. Мен бұны күріш әдісімен тоқып жатырмын. Мінекей оң, теріс, оң, теріс. Қазір келесі айналымға келгенде оңның үстіне теріс, терістің үстіне оң әдісімен тоқи береміз. Тағы да бос шалу алдынан тоқыдық.
маркерімізді іліп алдық. Тоқуымызды жалғастырамыз. Мінекей тағы да бос шалуымыз. Алдынан алдық. Осылай қыздар тоқи береміз. Сонымен қыздар, бастапқы нүктеге келдік тағы да. Енді осылай тоқи бересіздер. Егер де сіздер кеуде тұсының бос тұрғанын қаласаңыздар, яғни оверсайз тоқығыңыз келсе, онда әр бір бойдан кейін бос жіп ала бересіздер. Ал мен әр 2 бойдан кейін барып алам. Жаңа оң тоқыдым. Енді тағы бір тоқимын, содан соң барып алам. Мінекей. Ешқандай өсімсіз тоқи берем. Осыдан кейінгі бойда тағы да шалып алам. Сіз өзіңіз білесіз. Мінекей, мына жердегі біздің жазуымыздың бәрі келді. Мінекей, барлығына ілдім. Түгелмен тап осы бойынша тоқып жатырмын. Мінекей, менің белгілеп қойған қолдан жасаған маркерлерім, өзім білемін уже. Қай жерден ілетінімді, қай жерден өсім ретін жасайтындарымды уже мен білемін. Енді қыздар, осы тоқи бересіз ғой да, мынау мысалы жеңі шамамен 15-16 сантиметр болған кезде мен тоқтатам. Онда сіздермен қайттан қауышам. Тап осы әр 2 бой сайын мен жіп шалам, бос алып алам, осылай. Сосын осылай 16 сантиметр, мүмкін 15 сантиметр қызының мына мойнынан қолтығына дейінгі шаманы өлшеймін, мүмкін қолтығынан төмен түсіруім де мүмкін да. Қанша сантиметр болады, соны тоқып болған уақытта мен сіздермен қайттан қауышам. Сонымен қыздар, сіздерге шығарылым түсінікті болды ма деп ойлаймын. Егер де сіздерге ұнаса, менімен бірге осындай қыздарыңызға жемпір тоқып бастауларыңызға болады. Сонымен қыздар, сау болыңыздар. Пока-пока.